Баршаңызға сәлем, сіздермен Гүлсая. Бүгін сіздерге үй жағдайында донор жасаудың жолын көрсететін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Өте оңай, әрі тез, әрі тойымды донор болып шығады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Ең алдымен бізге тауық еті қажет болады. Менде қазір сан еті. Сіздер тауықтың төс еті немесе жон етін қолдана берсеңіздер болады. Ешқандай маңыздылығы жоқ. Осылай доскамызға қойып, пышақтың көмегімен беттерін тіліп шығатын боламыз. Соңына дейін кеспейсіздер. Бетіне аздаған тұзымызды, қара бұрышымызды, паприкамызды сеуіп, осылай саусақтарымызбен бетіне жағып шығатын боламыз. Екі жағына да дәл осылай істейміз. Енді табамызға сұйық майымызды құйып, кішкене ғана құясыздар, қыздырамыз толықтай, және де үстіне тауық етін дәл осылай қуырып алатын боламыз. Кішкенеден кейін екінші жағын аударып, үстіне бізде көгімізді себетін боламыз. Укроп немесе көк жуа сепсеңіздер болады. Енді толықтай пісіріп аламыз. Ендігі кезекте картоптарымызды жақсылап соломка етіп турап аласыздар. Қатты жіңішке болып кетпеуі қажет, видеодағыдай көлемде болуы қажет. Енді салқын суымызға құйып, үстіне жарты қасық тұзымызды салып, осылай бір рет араластырасыздар да 20 минутқа қойып қоямыз. Сонан соң бір қиярымызды осылай 3 бөлікке бөліп, видеодағыдай бұны да соломка етіп турап шығатын боламыз. Сонан кейін қызанағымызды да дәл видеодағыдай соломка етіп турап шығатын боламыз. Осылай барлығын соломка етіп турап дайындап аламыз. Бізде тауық етіміз осылай қызарып, әдемі болып піседі. Мінекей бізде толықтай пісті. Ең соңында тауық етінде осылай кішкене суытып аласыздар да соломка етіп, оны да турап шығатын боламыз. Доскамыздың үстіне осындай қағаз салфеткаларымызды салып, біз картошкаларымыздың суын сарқып алатын боламыз. Үстіне осылай қойып, қолымызбен басып, толықтай судан арылу қажет. Табамызға кішкене ғана майды тамызып, үстіне осылай картошкаларымызды салып, қуыратын боламыз. Баяу отта қуыруларыңыз қажет. Осылай екі жағын аударып, қызартып қуырып аласыздар. Өте дәмі ерекше болып шығады, дәл осылай жасасаңыз. Енді донердің соусын дайындаймыз. Ол үшін мен майонез бен кетчупты араластырдым. Сіздер қаймақтан жасасаңыздар да болады. Бізде барлығы дайын. Енді донерімізді ораймыз. Менде лавашым үлкен болғандықтан жартысын істеймін. Осылай соусымызды құйып, үстіне огурцемізді, онан кейін помидорымызды саламыз. Сонан кейін картошка фриімізді салатын боламыз. Молынан салсаңыздар, дәмі өте керемет болып шығады. Ең соңында тауық етімізді салып, үстіне қайтадан огурцемізді, помидорымызды бір реттен салып жіберетін боламыз. Ең соңында соусымызды бетіне қайтадан құйып, жақсылап орайтын боламыз. Донерді ораған кезде екі жағын ішіне қарай қайырып орайтын боласыздар, сол кезде әдемі болып шығатын болады. Енді қызып тұрған табамызға екі жағын қуырып алатын боламыз. Мінекей біздің шамамен донеріміз дайын, сырты қытырлап, іші өте дәмді болып шығады. Егер де менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Менің каналымнан қандай да бір рецепт көргіңіз келсе, комментарияға жаза кетіңіз.